Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шынықсаң шымыр боласың, заттың сынын білдіретін сөздер. Оқушылар, оқулықтарымыздағы бірінші жаттығуға назарымызды аударамыз. Өлеңді түсініп оқы. Рақат қой салқын су. Мәңгі еремес мұз қары, тау қойнында туған мен. Суық қой деп ызғары, қорықпаймын судан мен. Су пайдалы адамға, шынығамын күнде мен. Тонбайды аяз боранда, салқын суға үйренген. Оқушылар, бұл өлең не туралы айтылған деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Салқын су туралы, бұл өлеңді жаттап аламыз. Оқушылар, сендер осы салқын суды ұнатасыңдар ма? Су мен шынығу дегенді қалай түсінесіңдер? Балалар, осы өлеңде қарамен берілген сөздерге сұрақ қойып көрейікші. Балалар, бірінші жаттығуда өлеңде қарамен белгіленген сөз қандай сөз екен? Жарайсыңдар, салқын деген сөз екен, иә? Ал енді осы сөзге сұрақ қойып көрейікші. Қандай су? Салқын су. Яғни қандай деген сұраққа салқын деген сөз жауап беріп тұр. Яғни бұл сөз заттың сынын білдіретін сөз. Заттың сынын білдіретін сөздерге оқушылар қандай, қай деген сұрақтарды қоямыз. Мысалы, қандай? Жасыл. Қандай? Терең. Тағы да басқа мысалдар келтіруге болады. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап, мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана. Балалар, сендер заттың сынын білдіретін сөздермен толықтай түсіндіңдер деп ойлаймын. Олай болса, енді дәптермен жұмысымызды бастаймыз. Оқулықтарымыздағы екінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жазып, шешуін тап. Қандай сұрағына жауап беретін сөздің астын сыз. Бізге жұмбақ берілген екен. Айдын суда жылтыр, құлаштап жүзіп малтыр. Осы жұмбақтың шешуін табасыңдар. Қандай сұрағына жауап беретін сөздің астын сызасыңдар. Келесі жаттығуымыз балалар, үшінші жаттығу. Мәтінді ауызша жалғастырып көріңдер. Бассейнде деген мәтін берілген. Мен суда жүзгенді ұнатамын, бірақ әлі жүзе алмаймын. Әрі қарай өздерің жалғастырып көріңдер.
Жүзу спорттың бір түрі ғана емес, денсаулық сақтау үшін пайдалы шынығудың ең тиімді тәсілі. Әсіресе бала ағзасына пайдасы мол. Жүзуді әдетке айналдырған балалар ыстық пен суықтың алмасуына тез бейімделеді, түрлі ауруларға төзімді болады. Суда жүзу барысында кеуде мен қарынға түсетін судың қысымын ішке терең тарту арқылы жеңілдетеді екен. Бұл тыныс алу жүйесін жетілдіреді. Бір айта кетерлігі, жүзу барысында жасалатын қимылдардың әсерінен дененің барлық бұлшықеттері жұмыс істейді. Омыртқаның түзуде тік болуына суда жүзудің пайдасы мол. Суда жүзу омыртқасы ауыратын, буындары сырқырайтын, қан қысымы жоғары, жүрегінде ақауы бар адамдарға пайдалы. Жүзу жүрек соғысына игі әсер етіп, қан айналымын жүйеге келтіреді. Жүзумен айналысатындардың дене температурасы қалыпты жағдайдан шықпай, иммунитет суық тиюге, тұмауға қарсы тұра алады. Судың ішінде адамның салмағы азаятындықтан денеге көп күш түспейді. Сол себепті омыртқа жотасы созылып, бұлшықет талшықтары ұзарады. Қозғалыс дене мүшелерінің қызметін арттырып, омыртқа сүйектерінің жанындағы кішкентай бұлшықеттерді тынықтырады. Сонымен қатар остеохондроз дертінің алдын алып, дене бітіміңізді қалыпқа келтіреді. Жастайынан жүзумен айналысатын балалардың иықтары кең, белдері талшыбықтай иілген болады. Егер балаға кішкентай кезінен жүзуді үйретсе, ол судан қорықпай, жасқаншақ болмай өседі. Жүзудің сұлулық пен денсаулыққа пайдасы мол. Сонымен қатар артық салмақтан арылуға көмектесетіні де бар. Көп қозғалыс пен энергияның жұмсалуының әсерінен ағзадағы калория мөлшері азая түседі. Оған қоса жүзу спорты жүйке жүйесін шыңдап, күйзелістен арылтуға себеп болады. Суық су адам денесіндегі жағымсыз эмоция мен негативті көңіл күйді шайып әкетеді. Бойыңызға қуат беріп сергітеді. Оқушылар, сендер бейне жазба арқылы жүзудің адам денсаулығына қандай пайдасы бар екен білдіңдер. Сендерге көп көмегі тиді деп ойлаймын. Келесі жаттығуымыз 5-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына заттың сынын білдіретін сөздерді қойып жаз. Бізге 3 сөздер берілген: бұлақ, өзен, тау. Осы сөздерге заттың сынын білдіретін сөз қоюымыз керек. Заттың сынын білдіретін сөзге қандай деген сұрақты қоямыз. Қандай бұлақ? Таза бұлақ. Қандай өзен? Қандай тау? Әрі қандай сөз қоятындарыңды өздерің ойлап көріңдер. Сабағымыздың соңын кері байланыс арқылы аяқтаймыз. Еркін микрофон әдісі. Осы әдіс арқылы сабақтағы меңгерген білімдеріңді өз ойларыңмен айтамыз. Үй тапсырмасы 4-ші жаттығу 88-ші бетте. Сау болыңдар.